Кайырлы күн достар, сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін кішкентай балақайлардың туылған күніне арналған радужный торт жасап үйренетін боламыз. Менімен бірге соңына дейін видеоны қарап, сіздер де жасаңыздар. Бізге қажет заттарды төменде описаниеге жазып қоямын, сол жерден көрсеңіздер болады. Ең алдымен бізге осындай 4 бірдей кесе керек. Әрқайсысына 3 шай қасықтан сүтті құйып шығамыз. Сүт ыстық болмауы керек, бөлме температурасында немесе мұздай болса да бола береді. Әрқайсысына бояуымызды салып, яғни красительді салып араластырып шығамыз. Менде көріп тұрғандарыңыздай, біреуінде сары, екіншісінде жасыл. Жасыл краситель менде болмағандықтан көк пен сарыны араластырып, жасыл түсті шығарып алдым. Қалғандарын қызыл және көк түсті болып, сонда менде 4 түрлі қамыр болады. Егер сіздерде басқа да красительдің түрлері болса, онда мына торттың диаметрін кішірек қылып алсаңыздар болады. 18 диаметр қылып алсаңыздар, онда дәл осы қамырды 4-ке емес 6-ға бөліп аласыздар. Сонда сіздерде 6 көріс шығады. Ол тағы тортыңызды биіктеу болады. Бірақ диаметр кішкентай болады. Солай жасасаңыздар да болады. Ал енді жаңағы бояуы бар кеселерді бір шетке қоя тұрамыз. Олар бізге ең соңында керек болады. Ал қазір осындай елегішке ұнымызбен 3 шай қасық қопсытқышты салып араластырып, бір ыдысқа өткізіп аламыз. Ал үлкендеу ыдыста осы бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды, оның үстіне ванилин және шекерімізді қосып, жақсылап 5 минуттай миксерлейтін боламыз. Осындай кішіректеу ыдыста жұмыртқалардың барлығын жарып, осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді жұмыртқаларды бөліп, майлы массамызға сала отырып миксерлейміз, пока біркелкі болғанша. Бізде осындай біркелкі масса шығу керек. Енді осы массаның үстіне ұнымызды 2 бөліп саламыз. Және де ең алдымен лопатканың көмегімен араластырып алғанымыз дұрыс болады. Сонда ұнымыз ішіне қалып кетпеуі керек. Лопатканың көмегімен осылай біркелкі етіп араластырып алған соң барып, миксердің ең аз жылдамдығымен шайқауды бастаймыз. Соңында бізде міне осындай қамыр шығуы тиіс. Енді бағана дайындап қойған осы бояуы бар кеселерді таразыға қойып, бір-бірлеп қамырымызды өлшеп салатын боламыз. Егер сізде таразы болмаса, онда көз мөлшермен осы кеселерімізді бірдей етіп қамырларға салып араластырып аламыз. Мен өлшегенде әрқайсысына 300 граммдай етіп қамырды бөліп салдым. Соңында бізде осындай көлемдері бірдей, түстері әртүрлі 4 қамыр шығуы тиіс. Ендігі кезекте осылардың әрқайсысын жеке-жеке пісіріп аламыз. Ол үшін менде осындай кольцо пайдаландым, астына фольга төседім. Сіздер кез келген формаға пісірсеңіздер болады, бірақ асты алынатын болғаны жақсы әрине. Енді әр кеседегі қамырды осылай форма ішіне құйып, біркелкі етіп тегістеп аламыз. Сонан соң 180 градус қысып тұрған духовкаға 20-25 минутта пісіріп аламыз. Ол енді бірақ өз духовкаларыңызға байланысты. Арасында осылай тексеріп, зубочистканың көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Корждарды осылай пышақтың көмегімен формадан ажыратып аламыз. Осылай істесеңіздер оңай алынады.
Корждарды осылай сеткада немесе жай гана коюп суутуп аламыз. Барлык корждарды дәл осы әдіспен пісіріп аламыз. Ал осы корждарымыз суыганча биз кремди даярдоого кирисебиз. Бул үчүн бизге сливки, вареный сгущенка және йогурт керек болот. Ескеретін нәрсе ол осы заттардың барлығы тоңазытқышта 6-7 сағат тұрғаны дұрыс. Сонда біздің креміміз жақсы шайқалатын болады. Ең алдымен сливкимізді таза ыдысқа құйып, әбден қоюланғанша миксермен шайқайтын боламыз. Содан соң ғана 3 ас қасық вареный сгущенканы салып араластырып аламыз. Келесі кезекте дайындап қойған осы йогурттарымыздың барлығын салып шығамыз. Сөйтіп тағы да миксермен шайқап аламыз. Міне біздің креміміз осындай әдемі біркелкі болып шығады. Ал енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен осылай подложканың үстіне кішкене кремді жағып қоямыз. Ол бізге тортымыз жан-жаққа жылжып кетпеу үшін керек. Ең алдымен осы көк коржды қойдым. Оның үстіне 2,5-3 ас қасықтай осы кремімізді салып тегістеп аламыз. Ал екінші жасыл коржымызды қоямыз. Және оның да үстіне осылай кремімізді жағып тегістеп шығамыз. Үшінші сары коржды қоямыз. Ең соңынан қызыл коржды қоямыз. Сонда бізде кескен кезде разрезіміз әдемі болып шығады. Осы ақ креммен бетін және шет жақтарын барлығын тегістеп шығамыз. Сөйтіп тоңазытқышқа кішкене 1,5 сағатқа қойып аламыз. Қалған кремге мен осындай көк красительді қосып бояп алдым. Және енді осы креммен шет жақтарын және де бетіне жағып шығамыз. Сонда менде өз балама жасап жатқандықтан мен ол балаға осылай көк түсті таңдадым. Егер сіздер қыз балаға жасасаңыздар, онда қызыл немесе күлгін, яғни розовый түстерді пайдалансаңыздар болады. Осылай спатуланың көмегімен бетін және шеттерін барлығын осылай тегістеп шығамыз. Тортымыз біркелкі әдемі болып шығу үшін. Мен кішкене ақ кремнен алып қалдым. Соған көк креммен араластырып, екеуін осылай бетіне гүлдер жасап шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Үстіне жаңағыдай әртүрлі әрлеуге арналған кондитерлік дүкенде сатылатын бусинкалар мен неше түрлі шоколадты жазулар жазып, өз қалауларыңызша жеміс жидектер қойып әрлесеңіздер болады. Ал енді біздің тортымыз дайын. Тоңазытқышта бір түнге қойып қоямыз. Міне біздің тортымызды кескен кезде ортасы осылай түрлі түсті, радужный болып әдемі болып шығады. Сіздер де өз балаларыңыз туылған күніне осылай жасап, балаларыңызды қуантыңыздар.
достар, сіздерге менің осы видеом ұнап жатса және де осы рецепт бойынша жасап жатсаңыздар, астына комментарийға өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және сұрақтарыңыз болса да жаза беріңіздер. Барлықтарыңызға жауап беруге тырысамын. Және де лайк басып каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.